Эмоционалдық интеллект және сыни ойлау вариативтік курсын бастайтын көрсін. Сіздермен өткен жолға қандай тақырыптымыз? Бесіне үшін. Ал енді сабағымызды жарайды, үй тапсырмасын қазір қоямыз. Бірінші таным тілегімізбен бастаймыз. Әр сабақта тілекпен бастаса, әр өтінетте тіл құралдарын бастаса керек емес па? Кім айтады? Алтыншаш. Осы сабақта сендер күн жарығында үйлеріңе жарығар бар ма? Жақсы. Сөйлеп жатқан жақындағы неғыз естімей Білген 1999 осы эмоционалдық интеллект сабағынан біз өзімізге керекті білуді алып, оны өмірімізге қолданайық. Ой, бәрекелді. Білменен құтып қазғандай демекші, бүгін біз өзіміздің білетінімізді инемен құтып қазғандай етіп, барлығын өзіміз талпынып істесек, ол жақсы болады бізге қуаныштық айтамыз. Білімден шыққан сөз талаптыға тап болсын деген сөз, осы сабақтардың өзімізге керекті білімді алуға талап қояйық. Білімден шыққан сөз талаптыға болсын кез деп айтады, абай қанағат. Абай атамыздың 5-ші қара сөзінде айтқанда, өзіміздің қызығушылығымызды таба біліп, өзіміздің уақытымызды босқа өткізбей, осы сабақта өзімізге керекті нәрсені алып, өмірімізді қолдана білейік. Жарайсыңдар ма? Міне осы беттеріміз қабыл болсын, қазір енді сабағымызды бастамас бұрын кешегі бес не үшін техникасы бойынша сіздер жұмыс жасадыңыздар ма? Күнделік жалғастырдыңыздар ма? Жұмыс жасасаңыздар кетесіздер. Онлайнда не істедік қой? Адамның проблемасы туралы ойланып қалуымыз. Өткен жолы бізде онлайн сабақ болған екен ғой. Бірінші, бес не үшін қолданып жүрсіңдер ма? Бес не үшін техникасын қолданып жүрсіңдер ма? Қолданса қайт қолданып, кім айтады? Назерке? Ода біздің күнделікті жүрген проблемаларымызды сол бес не үшін арқылы шешу керек болатын. Сол бес не үшін арқылы проблемаларымызды шешеміз. Мысалға, жоқ, дұрыс қой, солай болды. Бірақ сіз соны өміріңізде қолдандыңыз ба? Өткен сабақ үстінде геометрия шығарылмағанды қолданып едік. Бұл кезде біріншісінде... Оған қайталап оқып берудің қажет жоқ. Сен өзіңнің шыныңды айта бер. Қолдандың ба, қолдану арқылы сен өзің қандай проблеманы шештің? Әлде сол үйге қатып кеттің сабақ үстінде? Қолдану арқылы проблемалар шешілісінде, ол мысалы проблемалар келтіретін болса, біз неге үнемі түнде кеш ұйықтаймыз? Мен неге түнде кеш ұйықтаймын? Себебі мен қанағатпен сөйлесемін. Неге мен қанағатпен сөйлесемін? Себебі қанағатпен сөйлескен маған қызық. Неге мен онымен сөйлескен қызық? Себебі екеуміздің әңгімеміз жарасып. Дедім, мен соны сенің әңгімең жарасқандығы саған проблема болды ма мен? Жоқ, түнде кеш ұйықтауымның себебі жарасып. Енді сонда қалай шештің еді? Сол күнделікті қанағатпен сөйлесу арқылы мен уақытымды үнемдеймін. Оны түнде емес, басқа уақыт тауып сөйлесуге болады екен, иә? Түннің уақытында, өзің белгілі уақытта ұйықтасаң, ертерек тұрады екенсің. Жарайды, шында тағы достар қолданған балалар. Осы кітапхана мектеп кітапханасында көп кітап алған еді. И оның бәрін қайтарып, кеш қайтарып сосын осы бесіне үшін қажет техникасын қолданып көрдім. Мен негізгі проблемам ол осы неге кітаптарды кеш қайтарып жатырмын. Және де мен неге кітаптарды кеш қайтарып жатырмын дегенге, мен оларды оқуға уақыт таппай жатырмын. Ал неге не үшін менің уақытым болмай жүр? Өйткені мен көп уақытын сабаққа кетіремін. Неге көп уақытын сабаққа кетіремін? Өйткені көп уақытын телефонға кетеді екен. Сонымен телефонды сен азайтып жатсың ба? Жақсы, келin. Сіздер осы сабақта өтіліп жатқан өмірге қажетті, өзіңді дамытатын қасиеттерді үнемі өздеріңе қолданып жүрсеңдер, сіздер тірелеп қоясыз. Сабағымыздың өзі мәнінде сол жеке даму, жеке даму өз адамдармен күресу тағы да қайталап айтады. Ал енді бүгінгі сабағымыз байыпты бол деп айтылады. Бай салды бол деген тақырып. Ол мәтінді Кемел адамнан аламыз. Кемел адамда 359 жерде ашылды. Әрбір сабақта
Бірақ енді біз қазақ тілінде оқу мақсаттарымен байланыстырамыз. Ол оқу мақсаты, бүгінгі алып келген оқу мақсатын мәтінді оқып, проблемалық сұрақтар дайындау. Себебі біздің ойымызда әлі осы проблемалық сұрақты құрастыру біліміміз жетпей жатыр. Дүйсенбі күні өткізілетін тжру сұрақтарында осы екінші сұрақ келеді. Сондықтан қазір бірінші тапсырма мынау болады. Мәтінді оқып, түсініп, сосын кейін проблемалық сұрақтар. Бір проблемалық сұрақтар жасамай болады. Бірақ жүзбен емес, жеке түсініп ма? Ал жеке бастаймын. Байсалды болып біздің өмірімізге ықпал тигізе алады ма? Бізде проблемалық сұрақ емес. Елдос, қазіргі заман жастарына байсалдылықты, эмоционалды ойлауды қалай шақыруға, қалай жеткізуге болады? өз эмоциясын басқаруды қалай үйрете аламыз десең болады. Соған кешірді. Жарайды, екіншісі. Сабырлы, байсалды болған адамды кім деп қалай атауға болады? Бұл проблемалық емес қой. Бірінші болады. Қанағат. Байсалдылық пен сабырлықтың айырмашылығы бар ма? Бар. Жоқ. Ол да проблемалық сұраққа жатпайды ма? Кім? Диана. Байсалды болу үшін не істеу қажет? Келесі. Қалай байсалды бола аламыз? Қалай байсалды бола аламыз? Бұл да жатады. Міне, баласақ қалай болатынын біліп кетті деп ойлаймын. Айтып сен айтамыз ба? Ара-қарауға деген ашу, қорқыныш, сабыр секілді сезімдерді біз қолдана аламыз. Қолдану үшін біз өзіміз қалай тәрбиелеуіміз керек деген сияқтылар болады. Сонда сізді жетпей тұр ғой. Жарайды ма? Басқара білу үшін не істеу керек? Жақсы. Проблемалық сұрақ. Жақсы. Мери. Эмоцияны ықшалына ұрмай, ақпаратты әбсен ерекшелеп, жан-жақты зерттеп әрекет ету байсалды адам деп аталамыз ба? Проблемаға келген Қазіргі адамдардың барлығы байсалды ма? проблемалық емес. Рамазан. Ашу кезінде сабыр сақтап, байсалды болуды жан-жағымыздағы адамдарға қалай үйрете аламыз? Міне проблемалық сұрақ. Әбекен? Екінші мына олар бірінші дағдыланып үйренгендер айта бер. байсалды болуды келешек ұрпаққа жеткізе аламыз ба? Міне екі сұрағы да проблемалық сұрақтар айта беріңіз. Байсалдылық пен сабырлықты келесі ұрпаққа қалай жеткізе аламыз ба? Қалай жеткізсек болады, иә? Сол жолдарын қарасақ. Екінші, байсалдылық пен сабырлық адам өмірінде ең маңызды мінез екеніне келісесіз бе? Ол сен екінші жетпейді. Бірінші жатады. Азамат. Егер адамдар өз эмоцияларын басқара алмайды, ашулы толыққан кезде Ол неге басқара алмайды? Бұл жерде енді проблемалық сұраққа жатпайды, да? Расында адамның басында ең қиын сәт туған кезде біз ашуға болмай өз эмоциямызды ішке ұстаса, біз байсалды бола аламыз. Жақсы. Жатады ғой, қасиеттің бірі. Енді екінші тапсырма, осыған байланысты екінші тапсырма орында. Ол екінші тапсырмаға мен сіздерді топтаймын. Сосын кейін тапсырманы жағдаят түрінде беремін. Сол жағдаятты осы білімдеріңізді қолдана отырып шешіңіздер. Бірақ жағдаят шешуде шешім қабылдау жатыр да бұл жерде. Мысалға, жағдаят айтамын сіздерге, ол жерде сіздер шешім қабылдайсыздар, шешім қабылдауда тілді құралдарға қатыстырыңыздар. Енді ескертулерді қазір ауызша айтып өтейін. Тапсырма қазір сіздер жағдаятты шешесіздер. Мынандай жағдаят. Сіз досыңызбен келе жатсыз, немесе досыңыз анау жерде тұр, сіз досыңызға қарап тұрсыз, қасына үлкен бала келді, өзінен жаста үлкен бала келіп қорқытып жатыр. Сіздің оған шамаңыз келмейді, ол сізден үлкен. Сіз не істейсіз? Ол жағдай. Сіз не істейсіз осындай кезде?
Burada жақсы ойлайды. Ал Айдина. Диана. Мен бұл жағдайда ең алдымен шешім қабылдауға тырысатын едім. Дос демекші, шуға берілмей, айналамдағы үлкен адамдардан көмек сұрап, полициялық тыңдарушылармен тез дәл дұрыс шешім қабылдау бұл байсалдыққа жатады. Жақсы, сіздерге көмек сұраймын дейді, полиция шақырамыз. Алтын сақтан не дерсен? Егер мен ол баланың орнында болсам, бірден асылға булықпай, не қорқынышқа бой бермей, барлығын ой елегімен өткізіп, сабыр туды саралтын, сабыр қылсаң бәрі алтын демекші, ең алдымен мен жақын жердегі үлкен адамдарға айтар едім. Немесе одан соң ол адамға барлығын сабырмен, байсалдылықпен түсіндірер. Жақсы, бұларда енді қыздар ғой, бәрі көмек сұрап жатыр. Егер балалар мен бүкіл жағдайда ой елегімен өткіземіз, сабыр туды саралтын демекші, барынша сабырды сақтап, артықшыдан ақылдысы екенін ұмытпайық. Егер де ол мектеп оқушысы болса, күзетшіні шақырамыз. Жолдасын тастаған жолда қалар демекші, досыңа адал болып, арша жүретін адам шақырамыз. Осы жағдай аяқталғаннан кейін оның сабырға келгеннен кейін жағдайды кім кінәлі екенін анықтап, қатеттің қашеден кеткенін түсіндіреміз. Және де үлкеннің алдында иіліп сөйле, кішінің алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді дегендей, бөлтіріп шешенің сөзін айтар едім. Кімге? Сол балаларды кінәлі, көрсеткен кінәлі. Екі түрлі жағдайда шешкен болар еді деп тұрсың ба? Біріншісінде көмек сұрар еді, екіншісінде жаңағы сөзбен жеткізген. Жарайды, бір шешім, екі шешім. Қанағатсыз тобы қалай шешті екен көрейік. Ситуация қалай еді, жағдай қалай еді? Біз көшеде арамызда біреуміз көшеде кетіп бара жатқанда алыстағы досымызды көрдік. Оған жақындап жатқан кезде оған бір ересек адам келіп, оған күш көрсете бастады. Біздің осы кезде істеген қылығымыз жақсы адамның ақылы жүрегінде, жаман адамның ақылы білегінде демекші. Біз бұндай жағдайға тап болсақ, көз жұмып қарап тұрмаймыз. Біз эмоциямызға жол бермей, сабыр сақтап, жақын жердегі үлкен адамдардан көмек сұрар едік. Алла сана атқа санама, жақсыны жатқа санама демекші. Және де Абайдың 3-ші қара сөзінде айтылғандай, жаман бар жерде жақсы да бар. Біз осы ересек адамдардың бізге көмектесетініне 100% сендіміз. Сіздер көмек сұрағыңыздар, иә? Мақұл, көмек сұраған кезде. Егер мен досым әлі дұрыс көмек көрсетіп жатса, ешқайсысы сасқалақтамай, қасына барамын. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дегендей дұрысқа ойланамын. Әрине ол уақытта қызық қылып қарап тұрмай ажыратамын. Содан кейін мән жайды біліп, осы ситуацияны ой елегінен өткізіп, кімнің кінәлі екендігін біліп, байсалдылықты, мінез бен эмоцияны басқаруды білгенінше түсіндіріп, бірлігі жоқтың тірлігі жоқ демекші, 6 бақан алауыздықтан айырылыстырып, татуластырып, достар етуші едім. Менің сөздерімнен олардың жақын дос болып кетуі анық. Мақұл. Бұлай шешілгенде болатын еді, сіздер бүйткен болар едім, көпшілі жерде келді, сыныптың 90% көмек шақырып алды. Ал бұл соңғы топ қана өзін шешкен болар еді. Бірақ жаңағы қазір мысалы жаңағы үлкен азаматқа барып, осы тіл құралдарды қолдана отырып, өзіңнің түсіндіріп жұмыс жасаған кезде ол нұр үстіне нұр болған болар еді. Бүйтіп айтқан болар едім деп тіл құралы емес, ол тіл құралында өзіңнің ақыл кеңесіңді айтып, үлкен адамға айтсаң, ол жаңағы не деп айтты? Соңғы мақалында шықты жаңағы? Ол үлкен алдында иіліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле, иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзін иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді деп жатыр. Яғни кішілерге иіліп, өзің әрі оған түсіндіре алсаң, оның дұрыс емес екендігін діңкелдемейді, ол кезде шешімнің болған сол болады екен, жарайды балалар. Керемет. Енді осы сабақтан сіздердің құнды пікірлеріңізді күтемін. Қазір дәптерге әрқайсыңыз жеке құнды пікір жазып қойыңыздар. Қандай болу екендігін үлгі болатын сұрақтар болды ғой, иә? Жақсы. Енді біз ары қарай негізгі қарастырып жатқан тақырыбымыз не? Байсалды болу үшін не істеу керек екен сонда? Бір кішкене мазмұнына қалай жасау керек сол? Байсалды болу үшін өзімізге түскен проблеманы біз ой елегімен өткізіп, оны
біз оны сараптап сосын барып ол шешім қабылдауымыз қажет. бір десем жаңағы ашу тудырмайтын нәрселер көп қой, сол жерде ашу тұратындай жағдайда сен өзіңді ұстап қалсаң, не екен ол байсалдылық. Ер адам кітабынан, яғни эмоциялық интеллект және сыни ойлау қосымшасынан байсалдылық пен эмоцияны іште сақтауға дағдылана түстім. Жақсы, азамат. Мен бұл сабақтан түсінгенім, кез келген проблеманы ашуға булықпай сабырмен шешкен жөн екенін түсіндім. Керемет. Дұрыс, сіз сөйлейсіз ба? Дұрыс па? Мен бұл сабақта қандай пікір адам әрқашанда сабыр тұтыну жүру қажет. Не тұтыну? Сабыр сақтап жүру қажет екендігі дейді. Тағы да бізде кім? Содан мен осы сабақтан өзінің эмоцияларымды басқарып Мен бүгінгі сабақта өзімнен көп деген мәлімет ала алдым. Мен өзімдегі мәселені сабырмен ой елегінен өткізіп шешудің байсалдылыққа жататынын және оны өмірде қолдана білу керек екенін үйрендім. Және де мен алдағы уақытта бұл айналамдағы адамдарға жеткізетін боламын. Керемет. Қолдану керек, иә? Байқан. Мен бүгін эмоционалды интеллект сабағынан, Майра ұстаздың сабағынан көп нәрсе үйрендім. Байсалды болу адамның ең басты қасиетінің бірі болғанын білдім. Мен Майра ұстаздың үйрендім. Көп эмоцияға ерік бермеу және де байсалды бола білу және де онымен достармен көрсету. Және де сіздің әріптестеріңізбен достармен көрсету. Жақсы, мен Лили. Білікті бірді шығады, білікті бірді шығады демекші байсалды болуды кез келген жағдайда сабыр болуға болады. Керемет. Бізде кім? Рамазан, сіз не дейсіз? Мен бұл сабақта көп нәрсе меңгердім. Сабақтың өзі асқан байсалдылықпен өтті десем де болады. Ұстаздан шәкірт озады дегендей Майра апайдан білім алудың пайдасы мол. Жақсы, керемет. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.